Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бар жоғы 15 минутта дайын болатын жұп-жұмсақ әрі өте дәмді болып шығатын шелпек пен бауырсақтың рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар және каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі бізге айран қажет. Айран бөлме температурасында болғаны дұрыс. Айранға ас содасын салып аламыз да жақсылап араластырамыз. Бізде айран мен соданың арасында осындай реакция жүреді. Айранымыз сәл көпіршіп, екі есе ұлғаятын болады. Енді осы күйінде қалдыратын боламыз. Оған дейін ұнымызды дайындап аламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткіземіз. Үстіне тұзды саламыз және ас қасықтың көмегімен қантымызды саламыз. Енді ортасын ашып бір жұмыртқаны салып жібереміз және бір араластырып жібереміз. Енді осы қою массаның үстіне бағанағы айранымызды құйып, толықтай барлығын жақсылап араластырып қамыр илейтін боламыз. Арасында сұйық майды да қосып жібереміз. Құрамындағы заттарын описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Енді алғашында осылай қасықтың көмегімен, кейін қолымызбен араластырып қамырымызды илейтін боламыз. Өте біркелкі қамырымыз пайда болады. Не қатты емес, те жұмсақ емес, бірақ тығыздау қамырымыз пайда болады. Енді осы дайын болған қамырдың бетін жауып бір 10-15 минутқа тындырып қоятын боламыз. Тынған қамырымызды теңдей етіп екі бөлікке бөліп аламыз. Біреуінен бауырсақ жасайтын боламыз. Мінекей домалақтап қоямыз. Екіншісінен теңдей етіп тағы да 7 бөлікке бөліп аламыз. Бұдан шелпек жасайтын боламыз. Енді осы бөлінген бөлшектерді қолдың көмегімен домалақ қылып, яғни кішірек зуала қылып, осылай айналдырып, домалақ қылып жасап алатын боламыз. Жасап болғаннан кейін бетін жауып қоя тұрамыз. Ал оған дейін бауырсағымызды жайып алатын боламыз. Зуаламызды ала отырып, осылай ұнды себе отырып, оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Қатты қалың емес, не жіңішке емес, орташа қылып жайғанымыз дұрыс. Қалыңдығы 1 сантиметрдей болса, өте керемет болады. Енді осы жайылған қамырды формамен, яғни домалақ формамен немесе стаканмен осылай домалақ қылып ойып алатын боламыз. Біздің бауырсақтың тестасы дайын. Енді шелпектерімізді жіңішке қылып, барынша жіңішке қылып жайып алатын боламыз. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және WhatsApp желісінде достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Мінекей барынша шелпектерімізді жіңішке қылып жайып алдық. Енді осы жайылып болғаннан кейін бауырсақты да, шелпектерді де бір 10 минутқа осылай қалдыратын боламыз. Оған дейін майымызды қыздырып аламыз. Қызып тұрған майда алдымен бауырсақтарымыздың екі беті қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Өте әдемі қып-қызыл бауырсақтарымыз біздің дайын болады. Өте жылдам жасалады, керемет болып шығады. Дәл осылай шелпектерімізде екі беті қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Майымыз қызып тұрса болғаны, біздің шелпектерімізде тез арада пісетін болады. Қатты күйдірмей-ақ, сары болғанда ала бергендеріңіз дұрыс. Мінекей біздің шелпектеріміз өте керемет болып пісіп шығады. Осымен біздің бауырсағымыз да, шелпегіміз де дайын. Немесе қонақ келер кезде тез арада пісіре салсаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.